Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін бір ғана қиярдан осындай өте дәмді болып шығатын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін қиярларымызды жақсылап жуамыз. Сосын видеодағыдай ұзын етіп турайтын боламыз. Енді бізге осындай 2 пакет керек болады. Пакетімізді бір-біріне кигізіп, ішіне жаңағы туралған қиярымызды саламыз. Және дәміне қарай 1 шай қасық шекер, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасықта сұйық май, сосын 1 шай қасық толтырмай уксус құйдым. Енді укроп пен чесногымызды турап, жақсылап майдалап турап, бұны да қиярымыздың үстінен саламыз. Сосын пакетіміздің аузын байлап, екеуін де байлаймыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Сосын жарты сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Міне біздің огурцымыз дайын, жарты сағат өтті. Осылай видеодағыдай жақсылап теріп, тарелкалерге салып шығамыз. Ас болсын. Егер рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.